Өте дәмді, кез келген фарштан тойымды бәліш дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы айран, нан содасын, тұз, бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып алып, ерітілген сары майды құйып, ұн қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Әркімде ұнның консистенциясы әртүрлі болғандықтан, ұнның мөлшері кейбіреулеріңізде аз немесе көп кетуі мүмкін. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болуы керек. Пакетке салып, тынығуға қойып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Кез келген фарштан дайындасаңыздар болады. Мен тауықтың төс етін ұсақтап турап қосатын боламын. Картопты да ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, зира қоссаңыздар да болады. Менде болмағандықтан қоспадым. Барлығын жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Қамырымызды алып, жұмыс орнымызға кішкене ұн сеуіп, қамырымызды илеп алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігі үлкендеу етіп кесеміз, екінші бөлігіміз кішіректеу болады, екіншісін кеуіп кетпес үшін пакетке салып қоямыз. Негізгі бөлікті қатты жұқаламай, қалыңда қылмай жайып аламыз. Пергамент қағазы төселген противеньге салып, бетіне салмасын салып, тегістеп, шырынды болу үшін бетіне сарымай бөліктерін саламыз. Екінші қамыр бөлігін жайып, бетіне төсеп, шеттерін түйеміз. Піскен уақытында пеште жарылып кетпес үшін ортасын тесіп қоямыз. Бетіне жұмыртқа жағып, әсемдік үшін кунжут сепсеңіздер болады. 180 градуста 40-55 минут конвекциясыз пісіріп аламыз. Кішкене суытып, дастарханға береміз. Ыстық күйінде не болмаса, салқын күйінде де ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, тойымды, қонақ шақырғанда да дастарханға қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізбен комментарийда бөлісе отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Әйгерім.